10 минутқа тоқтата тұр. Қара энергияға толыққан болып тұрған. Бір қазан палауды бере салады же. Қайырлы күн. Бүгін Нәзік әйел рубрикасында Орынкүл ханым, Шымкент қаласындағы менің шәкіртім, кураторым. Орынкүл ханым, қош келдіңіз деймін. Осы обучениені оқығалы қанша уақыт өтті сізде? Біз 2025 август айында алдым, 9 ай болды. 9 ай болды. Енді бұл обучениеға келгендегі мақсатыңыз қандай болды? Менің басты мақсатым өзім денсаулығыммен келген. Өзім денсаулығым, білмеймін, энергиям аз ба, үшін басқаша сезімде болдым. Соған бола келгенде басында. Аллаға шүкір, қазіргі жағдайым айта алмаймын мен. Керемет. Керемет, иә. Өзіңізбен көп жұмыс жасадыңыз бірінші, иә? Иә, өзіме өте көп жұмыс жасадым. Сіздің айтқаныңызды бірге бір істедім. Қалай осы бірінші күні обучение болды, солай үйге барып осыны істеңдер дедіңіз, сонымен сразу сол жұмысты бастап кеттім. Өте қуаныштымын өзім. Керемет. Ал енді айтыңызшы, қанша уақытта осындай результатқа шықтыңыз? Мен басында бір ай сіздің терапияңызда толық қатыстым, одан кейін сіз обучение өткіздіңіз. Уже мен бір ай келесі обучениеге дейін, уже сентябрьге дейін менде уже өзім денемде өзгерістер бар екен. Қатты байқадым. Прям таңғалып қалдым енді. Қалай байқадыңыз? Байқағанда енді өзімнің мынау денем өзіме сөйлегендей сондай сезім болды ғой менде. Осы каналдарға тұрған кезде кәдімгі денелердің бәрі маған рахмет айтты ғой. Мен соған таңғалып қалдым. Қалай сонда деп. Мен сонда бүткіл денем, не только өзім санам, бүткіл организм мен шаршап қалған болып тұр ғой. Сонда қара энергияға толып қалған болып тұр ғой. Соның барлығын тазарып отқанын сезіндім өзім. Кәдімгідей өзіме, өз организм, өзім денем рахмет айтты. Сонда өзім сенбеймін осы нәрсеге сонда. Жата беремін, басқа қыла беремін. Сонда жаңағы өзі Алла жол көрсетті деп ойлаймын. Осыған кел, көтеріл, энергиямды тазарт деп, энергиям тазарғанын, өзімнің күш ала бастағанымды сездім. Бұрын негізінде мен өте энергичный, сондай бір жұмысқа деген белсенді адам тұғым. Күйеуім қайтқалы, сондай жағдайға өзім тап болып қалдым. 2019-да қайтыс болған күйеуім. Содан кейін мен уже барлығынан түңіле бастадым. Өзім түсіндім оны. Сонымен жоқ. Аллаға шүкір, осы 2025-і осы космоэнергетикаға келіп, көп өзгерістерге, қайттан өзім энергияма, қайттан өзім берекемді өзіме шақырып алған, барлығына қуаныштымын. Өте жақсы өзгерістер болып жатыр. Яғни сіз өзіңіздің денеңізді сезе бастадыңыз, ести бастадыңыз, тамаша. Бұл жерде космоэнергетикада бір қызығы адам өзін сезіне бастайды, өзінің денесімен сөйлесе бастайды. Әрбір ағзаменен, дене мүшеменен адам сөйлесуге болады. Бұл психосоматикада солай дәлелденген. Яғни не керек екенін түсінген кезде ағзаға сіздің жолыңыз ашыла бастайды. Сізде осы процесс болды, иә? Сол процесс болды менде. Уже бұрынғы жүрегімдегі қобалжу, бір нәрсе болса сразу ашулану, оның бәрі жайлап, басылып, өзім жүрегімде тыныштық орнай бастады. Сонан кейінгі жан-жағыма қараймын, дұрыс емес болса өзімді сабырға шақыруды, барлығын үшін бұрынғы өмірім қайтып өзіме келе бастады. Соған қуаныштымын. Рахмет айтамын осы космоэнергетика, сіздей ұстазым барына шүкір деп қуанып отырмын негізінде. Ал енді осы космоэнергетикаға келгенде білесіз, мен обучение барысында запростарыңыз жазғызам. Сол запростар орындалды ма? Орындалды. Қанша уақытта орындалды? Бір ай мен сол 5 айдың арасындағы. Негізінде бір айда уже мен бір ай терапия дедім ғой, сіздің терапияңыз обучениеге дейін. Содан кейін обучение келіп өзіме жұмыс жасадым, бірге бір істе дедім. Не айттың, соны істедім мен. Тоқтамадым, ешқандай еш жаққа бұрылмадым. Даже керек десеңіз, өзім бала шағыма да қыздармен де телефонмен сөйлесуді қойдым да, кәдімгі өзіммен жұмыс жасадым. Тоқтамай жұмыс жасадым, маған нәтиже берді. Бұл жерде ұстаздың айтқанын бірге бір жасайтын болсаңыз, сізде нәтиже ертерек, тезірек болады. Қаншама шәкірттер бар, өздері алады, бастайды, тастайды, бірақ нәтиже болмайды. Но все равно ондай адамдарда да ода канал болғандықтан, ол канал бір күн болмаса бір күн ол кісілерге әсер етеді де, ары қарай жұмысын жасай береді. Енді сіз менде кураторсыз.
шәкірттермен жұмыс жасап жатырсыз, иә. Және өзіңіз де білуімше басқа адамдарға көмектесесіз. Иә. Қалай көмектесіп жатсыз, айтыңызшы? Мен енді көбінесе сырттай көмектесемін. Кейде мысалы медицинада ол кісілер қаралып жатады, осылай бола ма, сәл көмектесіп жібере аласыз ба деп және хабарласады. Содан кейін мен жаңағы бір каналдар өзіңіз соған туралап сұрап аламын, не екенін, сол каналдар арқылы жұмыс жасай бастаймын. Бір кезде міне результат болды деп қуанады. Даже бір канал бар, және бала теріс қарап келген, соны не қалай істеуге болады деп анамды прям неғып жатқанда, соны өзім таңғалдым, прямо көзім алдыма елестеткенде сол маған елестеп тұр ғой. Соны бүйтіп неғып каналмен, ана оңғарылды действительно. Ана жақта уже медицинада көмектесіп жатыр, и менікі де жанама көмек болып тұр ғой енді. Өте керемет. Өзім таңғалып қалдым. Бір кезде бір жарты сағат, бір сағаттан кейін звондап рахмет, босанып алды, осындай жағдай болды деп. Кейде ана жаңағы ашылмай жатыр шейкасы дейді. Соны қалай ашуға болады деп өзі арнайы канал бар. Сол каналмен жасаған кезде кәдімгі шейканың ашылғанын байқайсың. Өте керемет. Тамаша. Көптеген баланың аман есен дүниеге келуіне себепкер болдым дейсіз, иә. Өте тамаша. Енді бұл жерде бұл медицина емес, иә, медицина қатысы жоқ, бірақ сол медицинаны біз ешқашан жоққа шығармаймыз. Ешқашан жоққа шығармаймыз. Сода емделіп жүрген адамдарға қосымша тазарту арқылы жүреді, иә. Мысалы, мен өзіме келіп сұрайды, маған емдейсіз. Мен айтамын, жоқ, алдымен сіз медицинаға көріңіз. Сіз қандай диагноз бар, барлығын көріңіз. Мен соған қосымша канал бере алатын шығармын деп айтамын. Бірақ мен өз алдыма жаңағы жоқ болса мен сені емдеймін деп емдей бермеймін. Міндетті түрде өзіңіз медицинаны көріңіз, не болып жатыр екен сіздің ол жеріңізде, соны көріңіз деп айтамын. Тамаша, супер. Яғни біз диагноз қоймаймыз. Жоқ, ешқандай диагноз қоймаймыз. Медицина не диагноз қояды, сол арқылы біз шамалы көмектесеміз каналдармен. Өте тамаша. Шынымен космоэнергетикада жалпы энергопрактик болсын, психолог болсын, психотерапевт болсын, психотерапевт қоятын шығар өзінің несіне қарай, психолог болсын, диагноз қоймайды. Мен бір жерлерде көрдім, энергопрактик диагноз қоямын деп жатқан, ол жай сөз. Себебі врачтың өзі, дәрігердің өзі диагнозды осторожно қояды. Медицина қаралып жүріп, сіз өзіңіздің полеңізді тазарту арқылы, ойыңызды тазарту арқылы, чакраларыңызды тазарту арқылы ем алсаңыз да болады. Омкүл ханым, сізді білемін, мен көптеген адамдарға көмектесіп жатырсыз. Тағы да қандай нәтижелеріңіз бар, бөлісетін? Адамдардың нәтижелері бар, бөлісетін? Бұл жерде басты нәтиже өзім ұрпағыма, өзім бала-шағама және көмегім тию деп ойлаймын. Басты міндет, мысалы, осы космоэнергетикаға келгенде өзіне, мүмкін өзім бала-шағама. Мысалы, үйде немерелерім ауырып қалады. Мысалы, кеше ғана 2 жасар немерем қатты температура болды, алдыма алып отырып, көмектестім. Дәрісін бердім, бірақ жаңағы осы канал арқылы онда неғып отырмын, тез әсер етті. Және дәрісі денесті алдында солай өтпейтін, ұзағынан созып кететін, және температурасы да суықтағанда. Бұл жерде тез уже қабыл болады, жаңағы не денсаулығы тез жақсарады. Мен соған көзім жетті. Үйде өзім немерелеріме көмектесіп жатырмын. Содан кейін аяқ қақсағанда да, жаңағы аяғын жағып отырған мазы жағып отыр. Жаңағы оны да өзімде каналымды қосып істеп жатыр, ол да тез көмектесіп жатыр. Өте жақсы. Ол үшін бұл жерде менің білгенім, өзіне де көмектесесің, өзің ұрпағына да көмектесесің, сөйлеген жанындағы адамдарға да көмектесесің. Тамаша. Енді сіз менің шәкірттеріммен жұмыс жасап жатсыз қазір, қандай өзгерістер бар? Бірінші келген шәкіртпенен сол шәкірттің 2-3 айдан кейінгі өзгерісін айтып беріңізші. Енді бұл жерде байқағаным, өзімен жұмыс істейтін шәкірттер уже сұрақтар көбірек болады екен, ізденіс болады оларда. Ал енді өздерімен жұмыс істемегендерде ешқандай сұрақтар жоқ. Неғып жатсың десең, істеп жатырмын деп қойды, болды. Ал өзгеріс болатын адамдарда уже ол сұрақтары да көп болады. И ары қарай оны қалай істеу керек деген нені жаңағы мынадан кейін не істеуге болады, мынадан кейін не істеуге болады, медицинамен қосқанда не болады деген сияқты сұрақ көп болады екен ол кісілердің. И ол кісілердің дамып жатқанын сезесің уже, білесің былай айтқанда.
Оны полюсынан сезіледі және жүрегінен иә. сезіледі, иә, адам. Кәдімгідей біледі екенсің. Иә. Уже жұмыс істей келе біледі екенсің. Кімнің полюсы таза, кімнікі таза емес, кім жұмыс істеп жатыр, кім жұмыс істемей жатыр. Егерде сіз өзіңіз айтқандай бірге бір жұмыс істесек, адамда нәтиже болады. Нәтиже болмау деген мүмкін емес екен бұл жерде. Бұл жұмыс істемей жатқан адамдарда болады. Болмайды нәтиже. Сіз мысалы қаншама айда мастерға шықтыңыз, иә? Неше айда мастер уже міне 7 айдан кейін сіз мастерға шығып отырсыз. Қалай екен мастер? Енді айта алмаймын, мастер деген енді керемет екен. Басқаша сезім, энергияның өзінде толық, бойында толық энергия бар екенін сезесің. Шаршамайсың, бір жақсы жері. Басқа баяғы өзінің жас кезіндегі энергияның өзіне толығып, өзіне келеді екен. Мен соған қуаныштымын. Сіздер басында жәнегі канал арқылы толықтыру керек деген мен түсінбейтін болмыз. Қазір өте қуаныштымын. Аллаға шүкір, мен енді магистрлікке шығайын деп жатырмын. Өте жақсы, керемет, басқаша сезім. Ал енді қазір көбейіп кетті, иә? 69 каналды бірден қойып береміз, бірден магистр боласың, бірден Наполеоны 100 метрге сол жүреміз деген, ол реальный нәрсе ме екен? Мен енді соны түсінбедім. Қалай реальный болады деп. Мысалы, сіз басында 17 канал беріңіз, сонымен жұмыс істеу керек. Ол адам бойына сіңу керек. Ол адам бойына сіңбей жатып, сіз қалай зарастризмді игересіз, қалай отты гүлдеп, қалай басқа каналдарды игересіз, мен соны түсінбедім. Сіз мысалы жайлап келе жатырмыз. Вот сол игеріп, сол каналды бойымызға сіңір, уже жоғарылап жатырмыз. Уже біз оны әдемі сезіп жатырмыз. Бойымызбен керемет сезініп жатыр да. Енді мен ол кісілерді білмеймін, ол кісілер өздерінің тактикасы бар шығар. Сіздер мына обучение барысында не үйреніп жатырсыздар? Мен не үйретіп жатырмын сіздерге? Әр каналмен жұмыс істеуді үйретіп жатырмын ба? Әлде өзің істеп ал деп жатырмын ба? Қалай болып жатыр біз? Жоқ. Вот сізге мен соған жаңағы не алғаным, не үшін мен обучениені қалмаймын? Осы мысалға 9 ай ішінде қанша чемпионатқа келгенбіз, мен бір обучениені қалмаймын. Қалғым келмейді. Өйткені сіз мен бірінші сабақтан кейін екінші сабақ тура соны өтсеңіз де, мен ананы жаңа нәрсе қайтадан тыңдай бергім келеді. Жәндегі бір нәрсе іліп алсам деймін. Жаңадан бір нәрсе шығып жатқандай солай сезінемін. Өзім соны қабылдауға, денем қабылдауға, миым қабылдауға тырысамын. Білмеймін, мен қалғым келмейді обучениеден. Бар қанша келсеңізде қатыса бергім келіп тұрады. Сіздің полянызда бола бергім келіп тұрады. Шынымен өте жақсы, керемет. Ал енді бұл каналдарменен, әр каналмен жеке-жеке жұмыс жасау техникасы бар ма, әлде общий болады ма? Жоқ, әр техника бар. Мысалы, бір техника бар, өзінің және күйікті алатын, жараны емдейтін, басқа техника бар, аллергияға арналған, және мен айтқан техника бар, мысалға жаңағы баланы қалай әдемілеп неғылатын, үшін техника көп қой. Енді айта алмаймын, кейде суықтап қалсам неғысам, мен өзім сол техникаларды қолданамын. Бәрімен бірге керемет жұмыс жасайды. Бір апталап жүретін нелер, бір 2 күнде кетіп қалады. Өте керемет. Техника, енді сіздердің бұл жерде Балдырған ханым сізге айтатыным, обучение деген кәдімгідей досконально түсіндіресіз ғой, әрбір нәрсені, әрбір каналды жақсылап түсіндіресіз, әрбір каналды алғанда бұл не үшін, қалай жұмыс істейтінін түсіндіресіз. Соған ырзамын. Өте керемет, түсінікті қылып айтасыз. Түсінбегенімді келесі обучениеге қатысам, қайттан тыңдаймын. Түсініп тұрсам деп, қайттан тыңдаған маған не дейді, опыт болады қайттан. Өте керемет. Сіз енді обучениеға келген кезде бұны қалай деп ойлап келдіңіз? Көбіне өткенде маған жезқазғанда шәкірттерім айтады, Балдырған ханым, сіз бізге не істедіңіз дейді. Сіздің обучениеңізге барғанда біз ойлаған психологияны оқып шығармыз деп. 1045 рет жазасың, 1045 рет қайталайсың, сосын таңертең тұрып жүресің, кешірім сұрайсың деген сияқты техника болады шығар деп ойлағанмын дейді. Ал мына жерде сіз біздің миымызды төңкеріп жібердіңіз ғой дейді. Бізде бір ауыз сөз жаңағыдай психология туралы, психологияның техникасы туралы айтылмайды. Бұл жерде тек қана каналменен қалай жұмыс жасау туралы айтылады, және одан бөлек бәлінбай техникалар бар, жаңағы табиғатта қалай тазалау керек, водопадпен қалай тазару керек, қалай өзіңді жаңағы ваннаға салып тазарту керек деген енді түрлі техникалар бар. Әрине ол менің ұстазымның беріп жатқан білімі, мен сіздерге беріп жатырмын. Басқа білімменен салыстырғанда қалай болады екен?
енді бұл жерде мен алдында психологтарды, коучтарды көбірек тыңдайтын тұғым. Ол кісілер жаңағыдай сіз айтқандай 1045 рет ананы жаса, кешірім сұра деген сондай нелер болған. Ал бұл жерде енді басында енді 3 күн обучениеде шын айтайын, онша түсінбей шықтым. Бірақ сіз айтқанды бірге бір жасап едім, өзінен өзі түсініп келе берді. Мен таңғалып қалдым. Мен ойладым, вообще түк түсінбей кететін жағым осы күйде. Жоқ. Өзіммен жұмыс істеу керек екенсіз. Сіз айттыңыз, орнына қармақты бердім, балықтарымды аулаңдар деп. Вот сол балықты аулауға өзіміз екен. Өзіңмен жұмыс істейсің, бір нәрсе болады. Жұмыс істемейсің, ешнәрсе болмайды. Действительно. Өте керемет. Енді түсінік келген кезде, жүрегім тынышталғанда, мен басқаша сезімімді. Енді косметикаға келген адамдар соны істеу керек. Сен келдің, болды, алдым деуге болмайды екен. Жұмыс жасау керек. Сіз мұғалім, ұстазсыз, сіз бізге беріп жатсыз сол каналды, бәрін үйретіп жатсыз, досконально. Бірақ соны істеу өзімізге байланысты екен. Мен өзім жұмыс жасадым сонымен. Мен тоқтамай, 2 ай бойы тоқтамай істедім. 3-ші ай жай істедім енді. Соның өзі маған бір күшті күш берді, керемет күш берді. Ал енді осы білімнің сапасы обучениенің бағасына өте тұрарлық. Енді бұл өзіңіз алып алсаңыз, мен басында мен ол кезде обучениені түсінбей тұрғанда сіз маған бүйтіп айтпасыз, сен магистрге шығасың дегіз. Мен ол кісі не айтып тұр, мен обучение оқимын ба әлі деп ойлағам сол кезде. Ал енді қазір оқи келе, мен түсіне келе, мен магистрге жетем деген өзіме мақсат қойдым. Магистрге жетем, мен өзім ұрпағыма осыны үйретемін, осы косметиканы үйретемін деген. Аллаға шүкір, міне магистр болуға дайынсыз. Магистр деген ол адамды оқытады, жан-жағына, өзінің ұрпағына, өзінің бала-шағасына, және де басқа да оқимын деген адамдарды оқытады. Сондықтан бұл жерде деңгеймен дамиды қыздар. Мынау шамалы бір ақшаға бәленбай нәрсе береді деген дүниеге енді білмеймін, мен өз басым қарсымын. Мен осы обучениеға келердің алдында 2 жыл бойы зерттегенмін осы космоэнергетиканы. Мен ұстаз деген адаммын. Сол ұстазды тапқаннан кейін барып ақша іздедім оқуға. Содан кейін барып келдім. Бұл жерде мысалы сіздің алдыңызға алып келіп, бір қазан палауды бере салады да же дейді. Сіз оны жей аласыз ба, жей алмайсыз ғой. Ал енді алдыңызға мынандай кішкентай тарелкаға әдемілеп әкеп берсе, сіз оны жейсіз, келесіде тағы да соған тоясыз деген сияқты. Сонымен ақырын постепенно кетеді. Ал енді бір қазан палауды жеп қою деген это невозможно дүние. Поэтому сол жағында ойласаңыздар екен деймін. Ал енді бұл жерде тек қана өзіңді ғана ойлап қана емес, өзіңмен жұмыс жасап алғаннан кейін бүкіл ұрпағыңа үлкен жұмыс жүреді. Біз әйел адамдар сол бір қолменен әлемді тербеткен, бір қолменен бесікті тербеткен анамыз. Сондықтан адамның үйінің берекесі де, әлемнің берекесі де, бейбітшілік те сол аналардың батасыменен болып жатқан дүние. Сондықтан сіздерге айтатыным, өздеріңізді дамытыңыздар, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Менің атам марқұм айтатын, 18 мың ғаламды Алла тағала адамға иіп берген, балам оқы дей беретін. Сол кезде мен жас келінмін, шай құйып отырам, ол кісі шай ішкенді жақсы көреді. Мен сол кезде сөйтіп айтқан кезде ойлайттым, өзім анау космосқа ұшып кетеді тұғым. Сонда бүкіл әлемді егер адамзат игере алатын болса, қандай керемет, қандай нәрсе істеуге болады деп. Сол кезде мен армандап кететінмін. Ал қазіргі кезде қарап отырсам, сол кезде мен осы космоэнергетикаға келуіме, осындай білімге келуіме менің атамның да себепшілігі болған сияқты. Себебі осы 18 мың ғаламда Алла тағала адамзатқа иіп берген, балам оқы деген кезде менде бір қанат бітетін, действительно. Енді қазір қарап отырсам, осы космоэнергетика мен 18 мың ғаламды игеріп алып кетуге болады екен. Мен соны түсіндім. Қазір өсу деңгейіндеміз. Менің шәкірттерім де өсу деңгейінде. Сондықтан енді шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Бүгінгі рубрикада, нәзік әйел рубрикасында болған
менің шәкіртім Орынкүл ханым, сізге үлкен алғысым шексіз рахмет. Бай қуатты болайық. Осы әлемде нәзік жан болсақ та, сондай бір үлкен жұмыс атқарып жатырмыз. Алла берекесін арттырсын деймін. Рахмет, сізге де үлкен рахмет. Сіз сияқты ұстазым барына мақтан тұтамын. Тоқтап қалмай ары қарай дамып жатқан ұстазым барына мақтан тұтамын. Сіздің жолыңыздан жүре берейік артыңыздан, Құда қаласа. Өзімізге, халқымызға, ұрпағымызға пайдамыз тие берсін. Рахмет сіздерге де. Алла берекесін арттырсын. Әрбір ісіміз, ниетіміз түзу болсын деймін.